Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағымызды бастаймыз. 139 сабақ. Сабағымыздың тақырыбы есепті шығаруда санды және әріпті өрнектерді қолдану. Астероидтар мен құйрықты жұлдыздар. Сабағымыздың мақсаты санды және әріпті өрнектерді түрлендіресің, айнымалысы бар өрнектер құрасың және оларды есеп шығару үшін қолданасың. Балалар, дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазып қояйық. 13 сәуір сынып жұмысы. Енді балалар, оқулығымыздың 36 бетіндегі бірінші тапсырмаға қарайық. Планетаралық кеңістіктен жерге құлаған тастар мен темір кесектері қалай аталатынын білесің бе? Балалар, бұны білу үшін біз мына өрнектердің мәнін тауып, оларды астындағы кестеге жауаптары бойынша әріптерді орналастыруымыз керек. Сонда жаңағы жерге құлаған тастар мен темір кесектері қалай аталатынын білеміз. Енді балалар, 37 беттегі 3 А тапсырмаға қарайық. Өрнектерді жаз, әріптердің берілген мәнінде өрнектерді есепте. Жұмысшы С қорап әзірледі. Бұл жасалу керек қораптың 9-дан 1 бөлігін құрайды. Қанша қорап жасау керек? Мұндағы С 290-ға тең. Балалар, алдымен есептің берілгенін жазып алайық. Яғни 9-дан 1 бөлігі С қорап. Барлығы қанша қорап екен табуымыз керек. Енді шешуін жазып, әріпті өрнек құрайық. Яғни 9-дан 1 бөлігі С қорап болса, барлығын табу үшін не істейміз? С-ны алымына бөліп, бөліміне көбейтеміз. Яғни С-ны 1-ге бөліп, 9-ға көбейтеміз. Енді балалар, С-ның орнына 290-ды қойып, есепті шығарамыз. Енді 3 Ә тапсырмаға көңіл аударайық. Өрнектерді жаз, әріптердің берілген мәнінде өрнектерді есепте. Аудармашы мәтіннің Б бетін аударды. Бұл аудару керек беттің 9-дан 3 бөлігін құрайды. Барлығы қанша бет мәтін аудару керек? Мұндағы Б тең 27. Балалар, тағы да есептің берілген жазамыз. Бұнда енді 9-дан 3 бөлігі Б бет екен. Барлығы қанша бет? Шешуінде алдымен әріптеріне құрастырып аламыз. Яғни Б-ны 3-ке бөліп, 9-ға көбейтеміз. Енді Б-ның орнына 27-ні қойып, есепті шығарамыз. Ал балалар, бірінші тапсырма мен 3-ші тапсырманы шығарып болсаңдар, 36, 37, 38 беттердегі номер 2, номер 5 тапсырмаларды өз беттерімен орындаңдар. Іске сәт балалар.